Балалар, бүгін біз дүниетану пәнінен 29-шы сабақ табиғат және менің қауіпсіздігім тақырыбымен танысамыз. Бүгінгі сабақта табиғатта болатын қауіпті жағдайларда тәртіп сақтаудың ережелерін білетін боламыз. Сонымен қатар төтенше жағдайларда болатын сақтық ережелерін құруды үйренеміз. Жалпы бұл сендердің оқулықтарыңның 74-75 бетіндегі тақырып. Енді оқулығымыздағы суреттерге мұқият қарайтын болсақ, біз осы кезге дейін табиғатта болатын катаклизмдер, яғни табиғи апаттар жайлы, табиғаттағы төнетін қауіп қатерлер жайлы алғашқы тоқсандарда түсінік алған болатынбыз. Екінші, үшінші тоқсандарда осы тақырыппен танысқанбыз. Естеріңде болатын болса, жалпы мына суреттерге мән беріп қарайтын болсаңдар, осы суреттерден табиғатта болатын апаттар жайлы білулеріңе болады. Яғни ол өрттен болатын апат, судан болатын апат, түрлі ауа райының қалыпсыз жағдайында болатын апаттарды жатқызуға болады. Жалпы табиғаттағы жер, су, ауа және от, олар бізге азық қана беріп қоймайды, сонымен қатар олардан келетін түрлі табиғи апаттарға айналып кету қаупі де бар екен. Жалпы табиғаттағы катаклизм, яғни табиғи апаттар адам өміріне қауіп туғызатын алапат құбылыстар болып саналады. Ол біздің өмірімізге, денсаулығымызға түрлі қауіпін төндіруі мүмкін екен. Мысалы, сендердің оқулықтарында жер сілкінісі кезінде өзіңді қалай ұстау керектігі жайлы түсініктеме берілген. Енді осы жер сілкінісіне байланысты бейне жазбаны мұқият көріп, қалай сақтану керектігін есімізде сақтап алайық. Алдын ала сақтану қауіпсіздік кепілі. Зілзала қаупі жағдайында күні бұрын үй ішіндегі қауіпсіз жерлерді анықтап, өзіңізге және басқа да жанұя мүшелеріне олардың жұмыс және оқу орындарынан, балабақшадан қауіпсіз жол желісін жасаңыздар. Сонымен қатар, зілзаладан кейінгі кездесетін орынды да анықтаңыздар. Алдын ала қажетті керек жарақ салынған сөмке немесе жолғапшық дайындап қойыңыз. Оның ішіне құжаттарды, тамақ пен су қорын, дәрі-дәрмек қобдишасын, қолшам және сіріңкені, жылы киім және аяқ киімді салып қойыңыз. Егер ғимарат ішінде болсаңыз, алғашқы жерасты дүмпуі кезінде дереу газды, суды және электр қуатын өшіріңіз. Егер бірінші қабатта болсаңыз, ғимараттан шығыңыз. Бірінші қабаттан басқа қабаттардан далаға шығудың қажеті жоқ. Негізгі қабырғаның қасына қауіпсіз жерде, бұрышта, есік орнында, тірек үстіні жанына тұрыңыз немесе ваннаға жатыңыз. Үстел немесе төсек астына жасырыныңыз. Олар сізді құлайтын заттардан қорғайды. Терезелерге және ауыр жиһаз жанына жақындамаңыз. Лифтіні қолданбаңыз. Егер көшеде болсаңыз, ғимараттардан және электр желілерінен қашықтау ашық орынға қарай ұмтылыңыз. Үзілген электр желісіне жақындамаңыз. Егер автокөлікте болсаңыз, қашан дүмпу басылғанша ашық орында, машина ішінде қала тұрыңыз. Радио үнемі қосулы тұрсын. Төтенше жағдайлар қызметтерінің дабылын тыңдаңыздар. Абыржамаңыз және басқаларда үрейге берілуден бой тартыңыз. Есіңізде болсын, сіздің сабыр сақтауыңыз күтпеген апатпен күресте жетістіктің кепілі. Толығырақ ақпарат Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар министрлігі сайтында www.emer.kz. Жалпы төтенше жағдай су тасқыны, өрт, дауыл кезінде ғана болып қоймайды екен. Өздерің білетіндей, қазір біздің мемлекетімізде, жалпы дүние жүзінде осы коронавирус індетіне байланысты Қазақстан аумағында төтенше жағдай жарияланды. Және сол төтенше жағдайға байланысты қойылған талапты әрбір адам орындау қажет. Үйінен шықпау керек, үнемі маска тағып жүру керек. Сендер бұл жайлы қосымша теледидардан, ата-аналарынан естіген боларсыңдар. Бұл да апаттардың біріне жатады екен, коронавирус індеті. Және ол адам өмірі үшін өте қауіпті болып саналады екен. Енді сендерге үйге тапсырма, оқулықтарыңда ертегі кейіпкерлерінің суреттері берілген. Осы ертегі кейіпкерлері қандай жағдайда қиыншылықтарға ұшырады, қандай табиғи апаттарға ұшырады, соған байланысты не істеу керектігі жайлы кеңес жазуымыз керек. Ақыл кеңесімізді жазуымыз керек. Жалпы біз бүгінгі сабағымызда табиғи катаклизмдер туралы білдік. Және біз бұл табиғи катаклизмдер туралы бұрыннан білетіміз. Жалпы табиғи катаклизмнен қалай қорғану керектігі,
және жер сілкінісінен қалай қорғану керектігі жайлы білдік. Әрбір адам өзінің өмірі үшін алаңдап қойылған талаптарды орындай білу керек және осы қауіпсіздік ережелерін әрдайым есінде сақтай білуі қажет екен және оны қолдана білуі қажет екен.